Будильник болмаса ол тіпті оянбайды. Қыздар құсап айнаға қарап боянбайды. Эфирде сөз айтатын болса мүлдем ойланбайды. Студияны ашып кеткенді байып. Егер ол кім десең нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Егер ол кім десең нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Оған телеарнада жұмыс жасаң кайф. Тікелей эфирді қоса қоянбайды. Лайф екі ауыз сөз айтса болды, төгіледі 1000 лайк. Осы арнаны жүргізуге тек оның 100 лайк. Егер ол кім десең нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Нылан қоянбайды. Комедия түсіргенді қашан қоясыз? Неге қоюым керек? Енді неменеге басқа жанрда кино түсіріп көрмеске? Енді мен 20 жылдай білесіздер ғой. КВН, жатақхана, қызық радио, түнгі студия бәрі әзілге байланысты. Сондықтан мен комедиограф, мен комедия жанрында кино түсіре аламын, түсіруім керек. Сіз мысалы пожарникке барып айтпайсыз ғой, неге өрт сөндіре бересіз? Сонда өмір бойы сол комедия түсіріп шығасыз ба? Жоқ, егер де кейін драма түсіретін болсақ, түсіреміз, бірақ әзірге қолдан келгенше өзімізге ұнайтын жанрмен жұмыс істейміз. Сонда постоянно комедия түсіре бересіз бе енді? Ол сұрақ тізе шықты. Егер сұрақ тізе шықса, оны... Ау, Сәбит. Нурлан, салем, как дела? Жақсы, қайдасыңдар? Мы за городом локацию смотрели, сейчас возвращаемся обратно. Тез қайтыңдар. Нұртуған сенімен бірге жүр ма? Да, Нуртуган со мной рядом. Сейчас. Қалайсың, брат? Че там, комедия түсіріп қашан қоясың? Әзілді күшті айтып қоясың ба? Да ладно, братан, қалжың ғой. Не ғой, ана Рамазан жарнамаға түсетін болды ма? Да, завтрашней съемки там все нормально, все схвачено, не переживай. Кстати, мне звонили по поводу рекламы виски. Что им ответить? Сәбит, біз алкоголь жарнама жасамаймыз ғой, алкогольге. Ну, да мне кажется, ничего здесь такого нету. Люди как пили, так и... Сәбит, біз алкогольді жарнамаламаймыз. Все, понял тебя. Хорошо. Все, давай увидимся, пока. Жақсы. Ага, кездескенше. Оу, қайда барасыз? Аэропорт. Аэропортқа ма? Отырыңыз. Серік, жай ма? Нұреке, мен анау танысым ғой, ала кетейін деп ойлағым ғой, Нұреке. Сен не мына машинамен таксовать етіп жүрсің ба не? Жоқ, Нұреке. Танысым болғаннан кейін алып кетейін деймін ғой мен. Сен күніне қанша танысыңды кездестіресің? Мен қазір фитнеске барам. Сен үйге соғып, ақшаны алып, Жанбай-Жанбаевқа апарып тастайсың ғой? Жанбаев шыға ма? Жанбай-Жанбаев, рекетирде ойнаған. Иә. Бүгін беруім керек па ақшасын? Бүгін үйден алып кетсең, бүгін бересің, не істейсің оны ұстап? Жарайды, Нұреке, берейін. Сосын машинада пирожки, самса жегенді қойшы. Слушай, мы вообще правильно едем, а? Как Курикова. Так, навигатор. Осы жолмен тік жүресіз. Ты что, Нурлана голос был? Аха. Көресіз ба, жаңа навигатор ғой, тут әртүрлі не Қазақстан әртістерінің дауыстары бар. Серьезно? Ну-ка, давай посмотрим. Сәлеметсіздер ма? Бұл Айқын Төлепберген. Тік жүре беріңіздер. Ал мен сіздерге ән орындап беремін. Алдалы жол, мен үйге қайтам. Шын айтам. Қарам, мынау да бар екен. Сізбен бірге Рамазан Амантай. О, смотри, даже эти есть. Еркебулан Мырзабек, Марат Уралгазин. Аха. Ну-ка, давай их выберем. Сіздің навигаторыңызда Марат Уралгазин және Еркебулан Мырзабек. Тіке жүріңіз. Что так не придумают, а? 100 метрден соң съезд. Сәбит аға, неге сізге ана локация ұнамады? По фильму не подходит просто. А я? Че ты? А я по фильму не подхожу. Ничего ты тему развернул.
Просто мен этот актер болғым келеді. Желание у меня. У тебя братан Нурлан Коенбаев. Что ты ему не скажешь? Ол рас, бірақ ол кісі профессионал болғанды қалайды да адамнан. Мен профессионал емеспін ғой. Ну, не знаю, ну докажи, что ты тоже имеешь какие-то актерские возможности. Ол қалай ол? Ну, примеряй на себя разные образы какие-нибудь. Вот кого бы ты хотел сыграть? Рэкета можно сыграть. Рекетира? Да. Ну вот представь, что ты рекетир. И из этого образа не выходи. Утром проснулся, ты рекетир, в обед рекетир, в магазин пошел рекетир, в туалет пошел, ты рекетир, понимаешь? А завтра другой образ, послезавтра другой образ. Примерно что-то такое вот появится, наверное. Чего молчишь? Да потому что если базарить, то только по факту. Быстро учишься, молодец. Да фигня вопрос. Мы вообще туда приехали, а? Ну-ка. Siz aldandınız. Bunun barlığı əzil. Belgilengen mekenjay başqadır. Kiri burulunuz. Bırak renjmeniz. Придумали тоже, блин. Фух. Разворачивайся. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Алматы қай жақта? Тур районға. Если не секрет, что стоишь? Әкімшілік столып қойған жоқ. Сол қонақтарды күтіп тұрғам. Извините, уважаемый. Заправка где, не подскажете? Брат, слышь, заправку не подскажешь? Не дейсің? Заправку ищем, подскажи, где дорога? Мына жаққа, оң жаққа жүресіздер. Сол жағында болады ғой. Газ тура жүресіздер да. И сол жағында бір 50 метр жерде тұрады, мына жерінде тұрады ғой, примерно. Осы жерде ғой, примерно. Брат, Денис Квадрат, нормально жауап бере алмайсың ба не? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Салам. Заправка қай жерде айта саласыз? Браттан кейін квадрат деген бір нәрсе естідім ғой. Жоқ, сізге естіліп қалды. Брат, квадрат деп приколдар кетіп отырады уже. Жоқ, братан. Заправка ана жақта 500 метр жүресіздер да. Сосын солға бұрыласыздар. Примерно осы жерде заправка. Все, рахмет. Жолдарың болсын. Странный мужик. Ну-ка, тормозни-ка. Че там? Оңға! Ой, рахмет. Как ты говоришь, тебя зовут? Улан? Улан. Сабит. Өте қуаныштымын. Нұртуған. Нұртуған? Аха. Жаңа кімге ұқсайсың не? Ана бар ғой, ана кім? Түнгі студияны жүргізді ғой, бойы ұзын жігіт ше, Қоянбаевқа ұқсайсың сен. Ағам ғой. Туған ағам ба не? Иә. Көп есіңдер, Да ты, брат, сам нереально похож на Нурлана Коенбаева. Одно лицо вообще. Ой, ұқсамаймын. Похож. Точно ма? Да. Да, бүкіл ауыл айтады ғой, маған күнде айтады, сен Қайрат Әділгерейге ұқсайсың деп. Адылгерей? Иә? Вообще не похож. Нурлан Коенбаев. Копия. Шынымен ба, ана Қоянбаев бойы ұзын ғой. Можешь что сфотографироваться, а? Давай. Бірақ неге шығармаңдар, Инстаграмға. Енді только өздерің, WhatsAppқа кетіп қалмасын. Давай. Мүлдем ұқсамайды ғой, Сәбит. Қалай ұқсамайды? Похож. Смотри, одно лицо. Усы убрать, если... Вылитый Коенбаев. Сәбит, қойшы. Нұртуған. Мынаны көресінші, маған ұқсай ма? Что ты там? Похож же? Мен ойымша бұл жігіт туралы бәрін білу керек. Кто такой, откуда, чем дышит, не дышит. Уайымдамаңдар, бүгін братвама звондап бәрін пробивать етіп ғой. Бандиттің рөлін ойнамыз. Брат, жоқ қалай. Сәбит, күшті идея бердің деп ойлайсың. Барып, курсыға жазылсаңдаршы.
Нуртаган, смотри, когда я тебе говорил быть рекетиром, я имею в виду немножко другое. Нұрлан Иванович, мұны сізге сүтпен, қантпен әдеттегідей. Рахмет. Рамазан келді ма? Иә, келе жатыр, хабарластым. Неге мен 4:15-те кел десе, мен келем де қалған бәрін ағып кешігу керек. Неге маған айтасыз? Мен всегда ерте келем ғой. Сен туралы айтып жатқан жоқ, мен коллектив туралы айтып жатырмын, ұжым туралы. Иә, сондай. Нұрлан аға, Ау, петличка тағы жүрейік. қалай тағасың? Скотчпен денеме жабыстырасың, Е? Сосын стоп, снято деген кейін ана жуласың, Е? 20 жыл болды, жұлып денемде жүн қалмады уже. Шама бір нәрсе ойлап тауып, киімге жабыстыратындай болмай ма, бұл инемен? Скотч болмай ма? Болмайды. Сен өзіңе жабыстыр да, таңертең көнді бүйтіп, алпыстырып, жабыстырып, и түсінесің сол кезде мен. Жарай ма? Рамазан кел. Енді не істейміз? Той жасаңдар. Дайындалыңдар. Иә. Так, приготовились и начали. Тақсыр, ел басына күн туды. Жоңғарлар келе жатыр, тақсыр. Айқайламашы. Не болды? Жоңғарлар келе жатыр, тақсыр. Шаршамайды екен жоңғарлар. Оларда басқа не, тірлік жоқ па, семьялар жоқ па, немене келе береді бізге? Уайымдама, бәрі жақсы болады. Қалай уайымдама, тақсыр, 20 мың жоңғар келе жатыр ғой. Ой, уайымдама деймін. Мен бүкіл жаңа қазақ хандығына былай Юпитер күзет жүйесін қойып тастағанмын ғой. Юпитер күзет жүйесі 24 сағат сіздерді қорғайды. Видеофиксация, сигнализация. 1 минуттың ішінде 100 мың әскері кіріп сізді қорғайды. Юпитер! Тақсыр, керемет екен, әңгіме жоқ. Бірақ біз 17-ші ғасырдамыз ғой, бізде Юпитер күзет жүйесі әлі жоқ қой. Не болды? Так, стоп. Снято. Так, кто оставил там стакан? Давайте дубль еще один. Қарамайсыздар ма енді? 24 сағат. Видеофиксация, сигнализация. Так, телефон на беззвучный поставьте, а? Давайте дубль. 24 сағат бойы бүкіл қазақ хандығы бойынша. Күзет. Стоп! Дубль. Бергеше. Керемет екен, әңгіме жоқ. Бірақ біз қазір 17-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Бізде онда Юрка деген... Стоп! Дубль. Юпи. Дайындалсайшы. Юлиан. Юпитер қорғау жүйесі. Давай, кеттік. Тақсыр, бірақ қазір 17-ші ғасыр ғой. Бізде әлі Юпитер күзет жүйесі жоқ. Так, стоп! Как ты кидаешь? Нормально кидай, блин. Что за броски, блин? Юпитер күзет жүйесі 24 сағат бойы. Стоп! Қазір не болды? Показалось. Давайте дубль еще сделаем. Если показалось. Жұмыс істейікті не от, мына жерде біреу күледі, мына жерде біреу телефонмен ойнайды. Мына кісі сөзді ұмытып кеткен. Жұмыс істейміз, жұмыс істемейміз. Нұрлан аға. Ояныңызшы. Нұрлан. Жүрек соғып тұр. Воды принесите. Су! Братуха, Айболит, ағамызды от души емдеп берсеңіздер, больницаға мощный аппаратура болып береміз. Нуртаган, все, завязывай уже. Че там, а? Хал енді Нұрлан сізге не айтылды? Жағдайыңыз бұрынғыдан да нашар. Енді соншалықты нашар емес шығар. Енді сіздің ойыңызша тапа-тал түсте талық болу деген нормальный нәрсе ме? Мен сізге ескерттім ғой. Ауыртпашылықтан аулақ болу керек. Тек физикалық тұрғыдан емес, моральдық тұрғыдан да аулақ болу керек.
Ну, таблетки что-нибудь пропишите же. Қайдағы таблетка? Отпуск алу керек, демалу керек. Ой, отпуск. Какой отпуск? У нас еще сериалы снимать надо, фильмы снимать, ролики. Әрине түсінемін, сіздердің съемкаларыңыз бар, бірақ та денсаулықты бірінші орынға қою керек қой. Сіз енді елдің алдында жүрген азаматсыз. Ылғи да съемкалар, фотоға түсу, видео құттықтаулар жолдау, күніне қаншама адаммен фотоға түсесіз. Оның бәрі энергияңызды алып қояды. Түсіндіңіз бе? Сондықтан демалыс алу керек сізге. Мә. Жарайды, онда демалайық. Айтпақшы, видео демекші. Менің балама бір видео құттықтау жолдап жеріңізші. А бұл видео мен энергиямды алмай ма? Бұл соңғысы болсын. Осыдан кейін жазбаңыз. Жақсы ма? Жарайды. Баланың есімі кім? Баламның есімін әлі білмеймін. Ол әлі дүниеге келген жоқ. Ал кеттік. С какой больницы, говорите, приехали? Комедия түсіргеніңді қашан қоясың? Жан тамағыңды жесе. Балалар ұйықтады ма? Я, ұйықтап жатыр. Сен қалай өзің сезініп жүрсің? Денсаулығың қалай? Тамақ батпай жатыр. Сен демалсай, денсаулығыңды ойласай, жұмыс деп жүре бересің ба? Қайдағы демалыс? Қазір жұмыс істеу керек. 2 ай пандемияда отырдық қой жұмыссыз. Сен соңғы рет қашан демалдың? Есімде жоқ. 1 жылдан асып кетті ғой. Я. Былтыр болдық қой, неде, Түркияда. Тамболда. Есімде ма, бәрі ойлап қалды ғой, біз көшіп кетті ма деп. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Сенесің ғой маған? Нурлан, Салем, как дела? Айкош, бассейнге бара беріңдер. Сәлем, Сәбит, қалайсың? Пойдет. Ты же вовремя прилетаешь, все в порядке? Әрине. Билет алып қойдым ғой, 3-4 күнде келем. Еще момент такой неприятный, конечно. Я забыл предупредить продюсера вот этого рекламного ролика «Средства от простуды», помнишь? Я. Элеонора ма? Да, Элеонора, кажется. Вот с ней надо встретиться, сказать, что ты пока не можешь. Через несколько дней приедешь, мол. Сөйлесіп көрсей? Бір аптадан кейін түсірейік деп айтсай? Ну, самое главное, не переживай, решу этот вопрос. Поэтому хорошего отдыха тебе. Восстанавливайся. Жақсы. Здравствуйте, Элеонора. О, Сәбит. Сәлем. Как ваши дела? Жақсы, өзің қалың қалай? Все отлично. Прекрасно выглядите. Рахмет. Спасибо, что встретились. Я не айтайын дедің? Я хотел обсудить один такой вопрос по поводу Нурлана. Дело в том, что... Мынауың не? Сіздің кофеңіз. Қандай? Сіз тапсырыс берген латте. Мынауың сенің капучино ғой? Кешіріңіз, мен оларды ажырата алмаймын. Білмейтін болсаң, не істеп жүрсің бұл жерде? Бар білетін біреуге айт. Быстро ауыстырып алып кел. Кешіріңіз, қазір ауыстыра келемін. Кешірім сұраймын. Не айтып жатыр еді өзі? В общем, хотел съемки обсудить рекламного ролика. Возможно ли перенести дату съемок? Не үшін? Просто Нурлан сейчас не здоровится, и пока он не может сниматься, к сожалению. Сәбит. Ролик түсіру үшін мен режиссерді Турциядан шақыртып отырмын. Ал сендер не істеп отырсыңдар? Ну, просто форс-мажор произошел. Я не отказываюсь от съемок, я просто прошу перенести дату съемок. Сәбит, мен актрисамын. Мен ондайды жақсы түсінем. Актер қандай жағдайда да келіп, жұмысын істеуге міндетті, түсінікті ма? Тем более сендер договорға давно қол қойып қойғансыңдар. Элеонора, я все понимаю, но, может быть, как-то попробуем решить этот вопрос? Болмайды. Ертең площадкеде Нұрлан Қоянбаев болатын болсын. Болмаса сотқа берем. Я вас услышал. Будем решать вопрос. Все будет нормально, не переживайте. Хорошего вечера. До свидания. До свидания.
режиссердің самолетіне билетін алдың ба? Да, алдым. Гостиницаға орны дайын ба? Все готово. И шашыңды вообще мынандай бюроламаш, тым жараспайды. Будет вам Коенбаев. Достар, келесі серияны көрем десеңіздер, сілтемені басыңыздар.